Алматы қалайсыздар? Давай қатырақ шапалақ ұрып қояйық. Маған мен біреу амандасып жатыр. Тоже толық бала. Күшті. Кім вообще бір шет стендапқа келіп отыр? Шапалақ ұрыңыздар. Кім бір шет келіп отыр? Серьезно? Бүгін парамен келгендер ма? Шапалақ ұрыңыздар, парамен келгендер. Екеуінде грозныйсыңдар ғой сендер. Так. Кім есі? Парамен келгендер деп қоймасын. Брат, есімін? Асылхан. О, күшті. Кім жұбайын, қызын, әйелін, е? О, күшті. Қанша үйленгендерін қанша болды? 10 ай болды. Сен косяка кіріп кете жаздадың ғой, білесің ба? 10 айды қалай жаттай алмай жүрсің? Бір 10 жыл ғой деймін десең жарайды. Ау? 1 жыл деп айтайын деп. 1 жыл сен ускорить. Не ал дейді? Санап жүр, 10 ай күшті. 10 ай деген шапалақ ұратындай бол. Андай ғой. Әлі ұрысқан жоқсыңдар ғой, семья болып бір, е? Бақытты болып жүрсіңдер ғой, әлі үйге асығып сен, е? Андай күшті PlayStation қоры, жоқ, бармаймын, әйелім бар деген, е? Әйелінде сәл ұялып жүргенде, сәл күшті боянады күнде, е? Е, күшті. Давай, брат, мында қыз жігіттер, үйленбеген, тұрмысқа шыққан қыз жігіттер көп отыр. И көп отыр деп білетін адам зат менде. Тұрмысқа шықпаған шығарсыздар, бәрі күйеусіз келсеңдер, бірақ тұрмысқа шыққан саламатсыз. Сен естідің ба правиланы? Түсіндіріп бер. Шапалақ ұрып, қуып отпасын, бәрі дұрыс, сен ғана құлағы отпа. Хорошо? Айфон ұстайтындар бар ма деп бүйтіп отпа. Бүйтіп отпа. Хорошо? Түсіндіріп маған бүгін. Сабақ сабаққа кешіккен сияқтылар ғой. Күшті. Так. Ау, биттің ғой? Официант шақырыпсың ба, орын? Ау? Әйеліммен алғашқы свидание леп қылып қойған. Содан кейін жабылды ғой леп қылып. Мен үйлендім, жабылды. Жоқ, ол ақша жетпей қалды бізде просто. Ол сен қатысы жоқ. Ойнап айтамын, брат, күшті. Сол кезде мен жүргіздім ба? Сіз болдыңыз, Мен сендермен таныстым ба? Жоқ. Түрлерін онша емес болған шығар ол кезде. Ойнап айтамын, күшті. Мен леп клубта таныстым, осылай мен всегда айтамын, келесі стендапқа келгенде уже үйленіп келіп, брат, хорошо, маған көрсет деп. Мен өйтіп сөйлеспесем де, бірақ мыслім, андай ниетім орындалыпты, шапалақ ұрып қояйық, күшті. Брат, давай қыздар жігіттерге 3+ айтшы, үйленген, мотивация берейік. Мына плюс десейді да, үйленемін, мен тұрмысқа шығамын дейтін мотивация оятайық, давай. 3+ айтшы үйленгенін. Әйелім пиз қарап отыр саған, байқа. Внимать, ал көрейік деген сияқты арады ғой. Ал 3+-ті. Өміріңе жаңа смысл, жаңа мағына ғой, қосымша. Мынау жоқ, мынау күшті, шапалақ ұратындай. Мағына өмірге. Мотивация? Оған дейін өмір мағынасыз болды. Жоқ, мағына боласың, бірақ... Чүйт болған жоқ мағынада. Тың не береді ғой? Жаңа дем. Жаңа дем, сол. Лепте берілді ғой, получается. Леп деген жаңа дем ғой негізі. Иә. Байланыстыра берейік лепті. Екінші плюс күшті, бірінші плюс молодец. Жоқ, бет алдыра бермендер. Сендерде үйретіп саған. Қазір дайын отыр, бля, шапалаққа. Қазір авиасылсы пиз деп алма. Кейбіреулер отқанша міндетсін. Күшін берем, ебать, еще шапалақ ұрам. Міндетсін етіндер болса, кетіндер сразу. Андай, еге міндетсін ет, мен 3 мың төледім, күлдірт ал дейтіндер болса, жазып отырыңдар бар ғой. Заметкаларды, мына шутка, 2-3 теңге деп жазып отырыңдар. Только шыққаннан кейін тұрманда, мен 2700-ге күлдім, 300 теңгем қайтарыңдар. Екінші плюс. Саған, видишь, дайындалға уақыт бердім. Бір-екі әзіл айтып. Біреуіне ғана дайындалып келгенсіз ба? Так, енді қалай? Тамақ? Барлық айтатын нәрсе сол чай тамағын, киімін, жалпы. Жан-жақты керемет қой, қайсысын айтамын? Айта берсең көп. Мен айтуға емес, тыңдауға келмедім, ұялып қалдым. Сіз давайте 3+ айтыңызшы. Тұрмысқа шыққан. Сіз бұл Асылханға өмірінің мәнін келтіріпсіз. Жоқ. Бұл, короче, разогрев түсіріліп жатыр қазір. Иә, бұл бірақ удалить етеміз. Жоқ. Оқы түсіре берсі операторлар. Оқы түсіре берейік та, удалить етеміз. Бұл ютубқа шығады, сол кезде көресің бұйырса. Хорошо? Обязательно қалдырамыз, иә? Хорошо? Иә. Қазір де түсіре бер, брат, түсіре бер, нормально. Ялып қалдым мен. Камера көрсе ялып қалсаң. Сіз 3+ айтыңызшы, Асылхан әйелі. Қалай видео қалай кетіп отыр әлі? Асылхан әдемі красавчик жігіт екен, иә? Өзі өмірімнің мәні кірді деді, подкаблукпын деді ма? Видеоды, ебать, что за подстава? Бүйтіп қалды ғой.
Так, сіз айттыңыз тұрмысқа шыққан біз қыздарға мотивация керек. Сіздер жігіттер мотивация алдыңдар ма? Жаңа өмірлерінің мәні бар ма сендерде? Мән бар ма? В жизни есть мән? У вас есть? Если нет, там женитесь. Хорошо? Орысша түсінді, неге екеуіне орысша түсіндіріп? Түрлерін қап-қазақпыз деп тұр ғой. 3+. Қыздарға бұдан артық мотивация керек па? Проблемалар бар ма өмірде? Шеше алмай жүрсіңдер ма? Тұрмысқа шығыңдар. Мен бір коуч сияқтымын бар ғой. Тұрмысқа проблема бар ма? Үйлен. Күшті, 1+. Сендер прям плюсқа дайындалып келіпсіңдер екеуін, иә? Қазір анау плюс сұрайды, помнишь, лептегідей. Екінші плюс. Бірақ бір плюстан дайындалып келген сияқтысыңдар сендер бар ғой. Дальше, ау? Барлығын төлейді. Зарплатасы күшті ма? Ризасын ба? Күшті. Етпен тамақ жейсіңдер ма? Морковь бар ма арасында? Мен солай бағалаймын, ақшаны білмеймін. Морковь ет болса, ай тұрады екенсіңдер деп бар ғой. Күшті. Үшінші плюс ақша. Сен қыздарға попадание айтып жатсың бар ғой. Проблеманы шешеді, тұрмысқа шықсын. Ақша. Уже дальше мотивация керек емес, бір-екеу уже тұрмысқа шығып жатыр. Жазып жатыр. Давай поженимся все-таки. Үшінші. Күшті. Бақытты болыңыздар. Ұлдарыңыз бала бар ма? Санау білмейді. Тупоймын, блядь. 10 ай болды үйленген. Бала бар ма? Ренжіш болмасын, математикадан нашар едім. Иә? Жоқ, иә? Ойнайым. Күшті. Так, тағы бір, сендерде екі ақпара келіп отырсыңдар, сендермен де сөйлесе салайын. Брат, сақалды, сен әзіл, вообще бүгін әзіл түсінеміз ғой бәріміз, иә? Иә? Кәп, мен дала таяр жеп атпайын, мен Samsungтан кеп тұреді. В смысле, орысша емес түсіреді. Күшті. Есімің, брат? Ғалымбек, күшті. Кім, әйелің, қызың? Әйелің. Үйленгендеріне? 1 жыл. О, күшті. 2 ай бұрын, сендерден 2 ай бұрын. 2 ай бұрын сол тойханада. Бір жерде тұрамыз бәріміз. 2 жерден алғасыңдар онда орында. Бір жерде балдар шығып кетті ма уже? Осы жол, блядь, бөлек жерден алайық, давай. Бір жерде тұрамыз, бір үйді жалдайсыңдар ма? Ау? Бір жерде жұмыс жасаймыз. Танисыңдар ма бір-біріңді? О, күшті. Қалай танисыңдар бір-біріңді? Бір мектепте жұмыс жасаймыз. Бір мектепте жұмыс жасайсыңдар, иә? Сізде ма? Сіз жасайсыз? Үшеу, иә. Күйеуін танымайсың ба? Танисың ба? Баняға бірге барасың? Ау? Досым ғой, досым. Досым ба? О, күшті. 3+. Үйленген, брат. Айтып тастады ғой. Общий ма сендерде? Плюстарын? Анда мәңгір, маған да мәңгірді. Өмірінің күшті. Айтсай дейді анау. Айтсай. Ятқа қалды көршілердің анда, ятқа ерте мектепте мен де айтам ғой, мен де күйеуім күшті айтты, иә? Мен де бүкіл секрет ашып қойдым. По-любому іште конкуренция бар ғой. Айт. Әйеліңді жерге қаратпа, досым. Жасы нешедесің? Жасы нешеде, брат? 27. Все, күшті. Мен 2 жас үлкен кез. Не, реально? Дегенше мына жақта, бля. 25-сем мен. Түрім ерте туылған. 2 жыл бітіп жатқан, 2 жылдан кейін душа келіп. Күшті плюстарға рахмет, көп, иә, креативқа күшті. Мен вообще, ау? Қосыласың ба? Все, өмірін. Мен көріп тұрмын, брат, андай, сенің өмірінде, сен көп сөйлемейсің да? Интровертсің ба? Бәсе көрініп тұр, андай, спен дәлелейтін жігіт сияқтысың, андай, бар ғой. Бірақ сен улыбкамен көзін искренесің, бақытты екенін көрініп тұр, шапал құрып қояды. Иә. Күшті. В общем, қыздар, жігіттер, әзіл, қалжың, бәрінде қазір айтатыны, бәрі әзіл. Иә? Есічу? Стендапқа кеп, қазір әзіл айтады, есічу деген. Күлкілі болса күліңдер. Атмосфера дәл осылай болады. Свет, дискомфорт, бірдеме қарамандар ештеңеге, ешқандай проблема миларынан алып тастаңдар. 15 секундқа түсіріңдер, иә? Полный. И то бұл iPhone ұстайтындар, кстати. Samsung ұстайтындар ни в коем случае алып шықпаңдар бұлай. Соткаларны лучше қолдарын көтеріп, жерге қойып, Samsungтарында. Иә, Samsung түсірмей қойсыңдар, иә, өтініш. Бүгін емес, вообще өмірде, иә. Зачем ол? Бір-біріміз көзімізді қинап, көз и так күнәда батып жатыр.
Ладно, өзім үшін айттым. Иә, ертең стендап қалай болса пиксель Майнкрафт болады ма бүйтіп қол былай бүйтіп. И так осындай адамдар шығады қазір өзі. Еще больше, иә. Жанында iPhone ұстайтын достарым болса, кім салсаңыз айтсын, екі портпен ба, көгершінмен ба көшіп аласыңдар. Иә.